Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Байқоңыр жер кіндігі деп аталады. Ертеде Қорқыт бабамыз желмаясына мініп, адам мәңгілік жасайтын жер іздейді. Қанша шарласа да Байқоңырдай жер таппайды. Сыр өңірін мұқият зерттеген ғалымдар Байқоңырда жердің тартылыс күші аз, себебі экваторға жақын. Ғарышқа ұшуға ең қолайлы жер деп шешкен. Экватор латын тілінде теңестіргіш деген мағынаны береді. Жер ғаламшарының қақ ортасынан өтетін жарты сызық экватор сызығы деп аталады. Мінекей балалар, Байқоңыр ғарыш айлағының орналасқан жері туралы осы бір мәліметті есте сақтаңдар. Балалар, алдарындағы суреттерден көрген заттардың орналасқан орнының және ғарыш айлағының атын атаңдар. Және де ең алғашқы Байқоңырдан ұшқан ғарышкердің есімін біліп атаңдар. Балалар, қазір тыңдайтынымыз Алмағамбетовтың Байқоңыр деп аталатын күйі. Және де күйді тыңдау барысында осы бетте берілген тапсырмаларды ойша орындап отырыңдар. Балалар, енді әнді тыңдай отырып, бірге орындап үйренеміз. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Қазақтың байтақ даласы, кімнің бар оған таласы, әлемге даңқы тараған Байқоңырыма қарашы, атыңды біліп арғалам, айтамын саған арнадың, Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған, егемен елміз бұл күні, қырандай көкте самғаған.
Сіз елім бақмаған, қуанып шалқып шаттанам. Тоқтар мен талғат айдындай, ғарыш келер мен мақтанам. Балалар, біз әнімізді шырқағанда, мына суреттегі кісілердің аттары аталды. Олай болса, үйге тапсырманы осыған байланысты аламыз. Үйге тапсырма қазақ ғарышкерлері туралы ақпарат жинап хабарлама жасаймыз. Және әннің бірінші шумағын және қайырмасын бірге жаттап үйренеміз.